Мынау менің отбасым. Отбасы дегеніміз ол ата-анаң және олардың балалары, ұл-қыздары. Менің отбасым үлкен. Мынау менің атам мен әжем. Олар отбасымыздың үлкендері. Олар көпті көрген ақылды адамдар. Атам мен әжем менің әкемнің ата-анасы. Шешемнің ата-анасын мен оларды нағашы ата, нағашы әже деп атаймын. Ал мынау менің әкем мен шешем. Олар табыс тауып, отбасын асырайды. Ал мынау менің іні қарындастарым. Біз ұрпақты жалғастыратын болашақпыз. Үйде шама шарқыма қарай, іні қарындасыма қарап ойнатамын. Міне, біздің отбасымыз осындай тату. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйлес. Ата, әже, мұғалім, оқушы. Бұл кім? Бұл ата. Үшінші тапсырма. Тыңда, қайтала. Үлгі бойынша сөйлес. Сәлеметсің бе? Сәлеметсіз бе? Сенің атың кім? Менің атым Жұлдыз. Бұл кім? Бұл ата. Сау бол. Сау болыңыз. Екінші тапсырма. Тыңда, белгіле. Бұл әже. Бұл мұғалім. Менің әжем. Менің әжем, ақ әжем, ол мен қыздың бақ әжем. Ертегі айтып бер десең, айтып берер тақ әжем. Менің әжем, гүл әжем, алтын әжем, күн әжем. Апам үшін, мен үшін, нағыз ана тіл әжем. Менің әжем, бұл әжем, айтқан сөзі дәл әжем. Аман болса көреді, қызығымды әл әжем. Менің әжем, нар әжем, көп жасаған кәр әжем. Ауырғанда мен үшін әр сүйгені дәр әжем. Менің әжем, жыр әжем, шуағы мол, нұр әжем. Ақ таяққа сүйеніп, аман есен жүр әжем.